Енді оның осы кітабы шығып, кітабын жариялапты. Ойлап қалам. Бұл енді кәдімгі көмір жаққыш. Домна пешке от жаққыш качагар еді. Енді аяқ астынан кітап жазыпты. Менің өмірім. Ойлаймын, Болат Назарбаев өлмей қалғанда, мүмкін ол да менің алтын ордам, мен алтын ордамен қалай байдым, мен қорғас шекарасын жекешелеп қалай байдым деп кітап жазар ма еді. Жоқ, Болат Назарбаев өлмей қалғанда менің тоқалдарым деп өзінің 300 тоқалын, ресми 30 тоқалын, бейресми 300 тоқалын қалай алғанын, одан қанша баласы барын жазар ма еді. Бірақ енді рас өтірігі белгісіз, Болат Назарбаев өліп қапты. Бетіне операция жасап, осы кезде Дубайда араб болып жүрма, қоңқиға мұрын орнатып алды ма, өкшесін ұзартып, әлде бір араб па, күрт біреу сияқты болып жүрма, оны біз білмейміз. Бірақ тірі Назарбаевтың кітабында енді мен сенімдімін, оқып алатын ештеңе жоқ. Ол кітабында жұрттан естуімізше, оқыған жұрттың айтуынша, ол кітабында Путин досым, Тоқаев сенімді серігім, Тоқаевтың кейбір істерін ұната бермеймін деген сияқты сөз жазыпты. Нұр Азаттықта жан таласы бол туралы ақпарат беріпті. Байқадыңыздар ма? Нұр Азаттықтың айтатын ойы соңғы кезде сол Тоқаевтың айналасындағы саясаткер сымақтардың және идеологтардың айтатын ойынмен қабысып, жабысып, тұтасып тұр. Олар қалай дейді? Тоқаев Назарбаевпен күресуші сияқты, олардың образында. Тоқаев сөйтіп Назарбаевтан ана атағын, мына атағын, ана мәртебесін, мына мәртебесін қайтарып алып жатқан сияқты. Бірақ Назарбаевты оңай емес, бермей, Тоқаевта шамасы жетпей, бүгін одан елбасы статусын алып, ертең одан оның тағы бірдеңесін қаржыландыратын бір жобаны кемітіп, үшінші күні Астана қаласының атын Нұрсұлтан деген аттан қайтадан Астанаға өзгертіп, төртінші күні оған тағы төленетін бірдеңе деген төлемді алып, бесінші күні бейтіп, қысқасы Тоқаев тырмысып жатқан сияқты әсер береді. Нұр Азаттықта солай жазады. Ал биліктің бұлбұлдары, олар да солай айтады. Бұлай қарасаң, Тоқаев осы зұлым Назарбаевпен күресіп, осы зұлым Назарбаевтың бір тіндеп жаңағы қанат құйрығын отап, зұлым Назарбаевтан жаңағы ана мәртебе, мына мәртебе, ана атақ, мына атақ деген атақтарды алып жатыр екен. Шынында солай ма? Жоқ. Халқым, бұндай көзқарас қалданбаңдар. Тоқаев қуыршақ, оның қуыршақ екендігін Болат Назарбаев өлгенде Назарбаевтың берген асында Астанада. Ол асты неге Алматыда бермейді? Өлуші інісі Алматыда. Сонда шауып барған командадан қара. Назарбаевтың командасы. Қазіргі министрлерді қара. Назарбаев жасақтаған. Ана қуыршақтай қатын Аида Балаевадан тартып ап, қазіргі барлық министрлерге қараш. Қайсы Назарбаевтың командасы емес? Мына суайт депутаттарға қара. Қайсы Назарбаевтың командасы емес? Мына журналистерге қара. Қызылбайпақтан тартып. Қайсы Назарбаевтың емес? Яғни бұның барлығы бейне Тоқаев күресіп, сол Тоқаев бір осы әрең дегенде бүгін әне жерін жеңіп, ертең мына жерін жеңіп жатқан сияқты бір жалған түсінік қалыптастырып жатыр. Жалған түсінік. Ондай жалған түсінікке алданбаңыздар да, нанбаңыздар да. Назарбаев билікте отыр, Тоқаев оның қуыршағы, екеуі біраз ырылдасты, болды. Құлыбаев орнында ма? Орнында. Болат Назарбаевтың меншігіне тиісілді ме? Тиісілген жоқ. Болды, бітті, бар болғаны сол. Тіпті Қайрат Сатыбалдының түрмеде екендігінде күдікті. Оның тиісті тартып алатын байлығын бөліске салды. Яғни Тоқаев әлі күші кемелінде емес кезінде оның ақшасы аз еді. Сонымен Қайрат Сатыбалдыдан бер деді, ол бермеймін деді, бер деді, бермеймін деді. Сонымен ап деді, сонымен келісті, болды. Кәрім Мәсімовпен де сол. Бұл ортада тек қана байлыққа талас, ақша көздеріне үлеске талас, мынаның қанша дөлиясы, қанша үлесі менікі, мынаның қанша дөлиясы менікі, болды. Одан басқа түкте әңгіме болып тұрған жоқ. Яғни су жаңа Қазақстан деген жоқ, бұл жерде сол баяғы ескі Қазақстан.
Назарбаев енді кітабында, бұл кітапты жариялағанда бір ғана мақсаты бар. Ол өзінің тоқалы Әселден туған екі баласының атын жариялапты. Бұл осы уақытқа дейін бейресми ақпарат көздерінде 100 рет айтылса да, ресми ақпаратта Назарбаевтың баласы деп аталып, олардың аты аталған содан. Бұл кітаптың мәні мен мақсаты сол. Яғни тоқал қыңқылдады енді, қашан маған статус бересің, қашанғы мен өстіп жүрем, мынау сенің кіндігіңнен болған өз тұқымың, бұл балалар енді өстіп жаңағы атаусыз жүре бере ме, ертең сен кеткеннен кейін біреу бұны мен көшеден тапты десе не бетімді айтам, айт, әлемге әйгілі Назарбаевтың баласы де, жаз, мұраларыңды жаз, Швейцария банкіндегі, Виргин аралдарындағы, Бахам аралдарындағы ақшаларыңды жаз балалардың атына деп тоқал қыңқылдап, кәрі шал қайтты. Енді жазу керек болды. Екі ұл тауып берді. Назарбаевтың екі ұлы бар екен. Сараны жылаттым дейме, бұл жырақ бірдеңкелерін айтыпты. Енді менің қазағым, Назарбаевтың тоқалы, оның бәйбішесі Сара, оның ұлы, анау мынау деген әңгімелерден бұрын, енді менің қазағыма мен мына нәрсені айтқым келеді. Бұлар неге білгенін істеу керек? Бұлар неге білгенін істеу керек? Конституция, ата заң тұр. Әйелдердің құқы тұр. Сарамен үйленбейді, жаңағы ресми ажыраспайды. Әселмен ресми үйленбейді, мұсылман жолмен неке қидым дейді. Бұл әйелдердің құқына қайшы емес пе? Баланың құқына қайшы емес пе? Батыстық ұстанымның қайсысына келеді? Қайсы өскен өркендеген өркениетті елдің президенті өстіп бейресми қатын алып, одан бала тудырыпты. Ол тек жалғыз Қазақстанда. Сондықтан осыны қабылдасын деп, халықтың санасына анау 2003-2004-тен бері парламентте қайта-қайта тоқал тақырыбын көтеріп, ойбай тоқал мәселесін заңдастырамыз деп, құжаттастырамыз деп отырған енді түсінген боларсыздар. Қазақтың еркегінің 99-да 99-9-ы. 99-дың артында тағы 4-9 бар. Жалпы 6-9 еркек тоқал алатын экономикалық жағдай жоқ. Тоқал деген сол боқболат бастаған, діни секта бастардың, және билікте отырған, діннің не екенін білмесе де, бірақ нәпсінің не екенін жақсы білетін сұмырайлардың, ұры қарақшылардың патенті. Ал былайғы ақмақ қазақтың жігіті тоқал алатын жағдай жоқ бола тұра өзінің қатынның жүйкесін өзі жұқартып жүрген ақмақтар. Бұтыңда бүтін дамбалың жоқ. Көтенің жылтың-жылтың етіп, тоқал сенің нетең. Жылтыңдап жүр көтенің. Менің баяғыда айтқан әзіл сөзім осы. Ал Назарбаевтың енді әшкереге шыққан кітабынан білгеніміз, сонау 2003-2005-терде шал сол тоқал тақырыбын жылтың-жылтың еткізіп, тұтас Қазақстан қоғамын дауға салып, бәленбай миллион қазақтың келіншегінің жүйкесін жұқартып, түгенбай миллион отбасы сол үшін ажырасып, кәдімгі бүгін тапқанын бүгін жейтін, кәдімгі қара таксист, қара еңбекші де тоқал алам деп жылтың-жылтың етіп, бүкіл бір Қазақстанда қалыптасып қалған отбасылық тұрақтылықты құртып жіберді. Сонда бір Назарбаевтың бір осы тоқалы Әсел үшін болып отыр екен ғой. Енді түсіндіңіздер ме? Енді түсіндіңіздер ме? Ал арабтар тоқал алады. Арабтар алады, Дубай алады, Катар алады, Саудия алады. Олар 10 жылдың ішінде 2 миллион халықтан 10 миллионға өсті жан сандары. Олардың жан санының өсуі әлемдік демографтарды таңырқатып отыр. Неге? Арабтың байлары табысын халықпен бөліседі. Анау құмның түбінде алдында 100 түйе 100 ешкісі бар жаман арабтың диқаны, малшысы, ана Дубайдың қай жақта екенін білмейтін анан Араб Бірлескен Әмірлігінің азаматы, сол елдің азаматы болғандығы үшін оның есеп шотына ай сайын 100 мыңдаған доллар түсіп отырады. Өлді деген Араб Біріккен Әмірлігінің азаматы осы биыл Францияға барапа, былтырда бардым, өз дүние кішкентаяқ екен ғой. Мына жағында Франция, Еуропа, ана жағында Америка, Африкаға барсаң кедей, түк жоқ екен ғой мына дүниеде. Сол Индонезия, Малайзияның аралында көріп қойдық. Қытайға барсаң сасық,
Орысқа барсаң, суық өңкей, алқаш жезөкше қыз, мына дүние сол екен деп арабың Құдайдың мына дүниені не деген кішкентай жаратып қойғанына налып жүр. Ақшасын шашатын жер таппай, мына дүние не деген кішкентай, мына тезірек Елен Мәсік тапса, Марс па, тағы басқа планетаға барсақ, сол жақтан да бір жақсы әдем болса, о жақтан да тоқал алсақ деп арабтар аңсап жүр. Олар аңсаса аңсағандай, неге? Жағдайы бар, денсаулығы бар, ақша бар, міне. Сол бәленбай тоқал алатындай жағдай бар. Ал біздің қазақта бүкіл қазақ халқының 1%-на жетпейтін 300 отбасы. Ұзаса депутат, анау қарақшы журналист, суайт журналист, қарақшы министрлермен қосқанда 1000 семья. Жоғарғы билікте отырған 300 отбасы бүкіл Қазақстанның 20 миллион халқының бақытын ұрлап отыр. Бақытын ұрлап. Назарбаевтың кітабынан түйгеніміз осы. Мен Назарбаевтың кітабы туралы айтатын әңгімем осы.